Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен өте дәмді әрі тез дайындалатын корн-дог әзірлейтін боламыз. Ол үшін біздерге жұмыртқа қажет, жарты шай қасықпен тұз қажет болады, және де 1 шай қасыққа жеткізбей қант салатын боламыз. Міне, осыларды жақсылап араластырамыз. Толық мөлшерлері төменде тағы да жазылған, сол жерден көріп алсаңыздар болады. Міне, жақсылап араластырдық. Енді осыған сүтімізді құямыз. Сүттің температурасы маңызды емес, менде салқын сүт холодильниктен шыққан. Осыны тағы да жақсылап араластырамыз. Біразық жедел саламыз. Біраз қасықпен. Осыны араластырғаннан кейін ұнымызды сала берсек болады. Ұнымызды жай-жаймен салып отырамыз. Бірден салып жіберсеңіздер қоюланып шықпай қалуы мүмкін. Сондықтан осылай аз-аздан салып, жақсылап араластырып алып отырыңыздар. Біздерде қамырымыздың консистенциясы құймақтан сәл қоюлау болып шығу керек. Міне, дайын болды. Міне, осындай болып шығу керек. Енді осыны бізге ыңғайлы болу үшін арнайы соктың стақанына құйып аламыз. Міне, біздер шпажкамызды және де мына сосискиді ортасынан бөлдік. Ыдыстың кішкентай болуына байланысты, егер сіздерде ыдыс үлкен болса, түгелімен солай пісіре берсеңіздер болады. Майды қыздырып аламыз. Дәл видеодағыдай жасаймыз, сосын соны қызып тұрған майға саламыз. Өте тез піседі. Осылай салып жібергеннен кейін айналдырып отырасыздар, өте тез піседі. Сәл қызарғаннан кейін ала берсеңіздер болады. Көріп отырғандарыңыздай, дайындалуы өте оңай, қарапайым және де өте дәмді болып шығады. Сондықтан міндетті түрде істеп көріңіздер. Міне, осындай болғаннан кейін ала берсеңіздер болады. Дайын болды. Енді осы қайталай береміз осылай. Міне, егер сіздерге рецепт ұнаса, міндетті түрде лайк басып комментарий жазыңыздар және де біздің арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар.